Арма қазақ, армысыздар бауырлар. Мен ана өткен жолғы дұға деген видеом хит болып жатыр екен. Мына мүслим мүмин бауырларымыз тегін реклама жасап жатыр екен. Ол кісілер маған дұға деген қазақтың сөзі деп. Енді Википедияға кіріп қараңыздар. Дұғаның бәрі араб тілінде. Қазақ тілінде дұға бар ма екен? Қазақ тілінде біріншіден дұға жоқ. Дұға деген жақсы сөз емес. Міржақыптың ба біреудің өлеңін қойып қойыпты біреулер. Енді ол кісілер қазіргі кезде мына элитаның балалары Англияда оқып келіп, Англияда ағылшынша сөйлейді ғой. Ағылшынша рэп айтады. Сол секілді Міржақып Дулаттар сол кездің элитасы, ол кісілер медреседе оқыған, соны аз да болсын араб, мына ислам мәдениетін ол кісілер алған. Сондықтан дұға деген сөзді айтқан сол. Ал қарапайым халық дұға деген сөзді білмейді. Сіздер де Англиядан барып оқи алмайды ғой, сіздің балаларыңыз Англиядан, Оксфордты, ол жақтан Америкадан барып оқи алмайды ғой. Екі бір қазақтың баласы Англияда тұра алмайды. Ал енді алаш ордашылар негізі жақсы ауқаттадан балалар ғой, олардың бәрі сол кездің элитаның балалары. Орыс мәдениетімен аздап исламды алған, енді исламды көп алмаған, орыс мәдениетімен батыс мәдениетіне қатты еліктеген, енді ол кісілер сол жақтың жақсыларын алған, жақсы нәрсесін. Исламнан да аздап әсер еткен оларға. Енді дұға деген сөз жақсы сөз депті де. Дұға деген тек араб тілінде ғана, Википедияға қарасаңыздар. Дұға деген қазақта жақсы сөз емес. Басын дұғалап тастапты дейді ғой. Дұғалап демейді, дұғалап тастапты дейді. Дұғалап тастаған екен, сол дұғасын кері қайтара алмай жатыр деген әңгімелер айтады қазақтар. Дұға деген арабтан келген. Сондықтан қазаққа ол жақсы сөз. Мен қатардың біреу айтпайды. Маған әжем айтатын, дұғада болайық деп жолға шығып бара жатқанда деп. Ата-бабаларың аруағын қолдасын, Құдай тілеуіңді берсін, жолың болсын, Қызыр баба қорғасын дейтін. Осы нәрселерді айтады. Не болса Қызыр баба қолдасын, аруақтар қорғасын дейтін. Тәңір жар болсын дейтін. Ешкім дұғада болайық деген сөз айтпайтын. Енді жастар, сол жастағы, сол біздің ата-бабаларымызды, біздің әжелеріміз көрмеген ғой, бір көргенде сөйлейді ғой. Зейнеп Ахметова апамыздан кейін бір тәңіршілдік дүниетанымдағылар интервью алайық деп отыр. Енді сіздердің аталарыңыз сол Бауыржан Момышұлы секілді керемет бір энциклопедиялық білімі мол адам емес шығар. Сол кісіден тәрбие алған ғой. Зейнеп апалар қазақтың сол үлкен ата-апаларды көрген адамдар. Дұға деген сөз қазақтың сөзі емес, ол арабтан келген. Қайта дуалап, сапты дуала деген, дуа деген қайта жақсы сөз. Дуалауыз дейді ғой қазақтар. Дуал дейді. Дуа қайта жаман сөз емес. Бірақ дуада жаманға айланып кететін кездері болады. Жалпы екеуі де енді бір қазаққа жақын сөз емес, қазақ қолданбайтын сөз. Дұғада болайық деген дуалап тастапты, оқыған дұғасы қайтпай жатыр екен дейді. Дұғасы қайтпайды демейді, дұғасы дейді. Енді маған сол сын ескертпе айтып, имамдар енді айтады ғой негізі, ол ана фейк болып отырғандар, солардың заказын орындайтындар. Әрине олар ақшадан айырылғысы келмейді. Қазір бас муфтидің, мына бауырым Мелісбек пе, Мұсабек па, 70 мың ба, 100 мың айлықпен 80-90 миллионның машинасын мініп жүр екен. Әрине олар бізбен өштеседі. Енді ойлап көріңіздер. 70-100 мен ақшамен 90 миллионның машинасын адам қалай мінеді логикамен? Сіздерде бар мұндай машина? Сіздерде жоқ. Сондықтан бізбен өштеседі, мен ол кісілерді түсінем. Енді мектепте көбі сол 3 пен 4 оқыған Ризабек Батталовтың бір интервьюін көргім. Мектепке мүлде бармай қойғам, институтты сырттай бітіргем деп. Енді сондай адамдар институтқа сабақ беріп жүр. Сол Ризабек Батталовтың мектептегі мұғалімдермен кезіксе, олар қалай оқығанын ол кісіні айтып береді. Енді жақсы оқыған осы бір-екі имам ғана бар шығар, мына Қайрат Жолдыбай, мына Нұрлан имам жақсы оқыған деп естідім. Басқалардың бәрі сол 3 пен 4-ке оқыған. Сондықтан маған әңгіме айтпасын. Мен ол кісілерден, мен өзім білем, өзімнің білім деңгейімді, қабілет деңгейімді. Мүмкін атеисттер бірден қайтса, мен ойланармын, мен оқиын деп. Өйткені атеисттер өте білімді болады Қазақстанда, жалпы әлемде білімді. Енді имам болулардың бұл жерде фейк болып отырған аккаунттары әңгіме айтпай ақ қойсын. Айтса айта берсін, реклама жасап жатыр. Сол бауырлар.